Всем привет! Бүгін 29 мамыр. Бүгін менде дипломдық жұмысымды қорғау күні. Соған бүгін ұйықтамай короче шықтым. Мына жақта менде папка. Бүгінгі күннің образы. Дипломға дайындық болып жатыр. Басында қалай бастаймыз? Астыл түсіне көтердігіміз. Құрметті комиссия болма. Құрметті комиссия төрағасы және де мүшелері. Төрағасы деп айту керек. Төрағасы. Каждый раз құрметті комиссия төрағасы, құрметті комиссия мүшелері. Каждый раз? Алғыс білдіремін. Мұны алғыстай жүйім. Все, дипломдық жұмысты аяқтадық. Енді күтіп отырмыз барлығын тапсырғанын. Дипломдық жұмысты қорғап біткеннен кейін қыздардың әдемі отырысы. Диназ, Мадина, Амин, Айгерім. Аржан, Нурай. Все. Скоро домой. Все, дипломдық жұмысымды аяқтадым. 95 балл. Доня үйінде отырмыз. Аржан үйде. Доня жүрміз. Мынандай үлкен Доня, смотрите. Үйдің жанындағы өзбек па, тәжік па, содан алдық. И біз айтайын да, біз 4 жыл бойы, 1 жыл бойы сол кісіден самса жейтіміз, всегда самсасы күшті. Кешкі отырысқа келдік. Сағат 8-ге жиналамыз дейміз. Енді қыздарды күтіп отырмыз. Сағат 7:30 ба? 7:44 болды. Осындай кофейняге келдік. Дел Папа деген Астана қаласында. Аружан, Айдос и Аружан келді. Біз ештеңе заказ бермедік әлі. Енді береміз. Қыздар, жігіттер уже келді. Енді заказ беріп жатырмыз. Все, біз тамақ ішеміз. Қорқалады екен ғой. Менікі жұғат бәйді. Кофейнядан шықтық. Енді біз қазір көңілімізді көтеретін, естен кетпесе күнін қойып қалдыру үшін бір күшті жерге, деймін, билейтін жерге барамыз. Бүгінгі күн күшті өтті. Группаластарымен еще дипломды жұмысымды
қорғап, жақсы бала алып, өзімнің білетін сұрақтарым келіп, сол сұрақтарға жауап беріп, күшті өтті. Бәріміз билеп, күліп, сырласып дегендей. Сонда бір біздің ең соңғы моменттегі бір ұмытылмас естеліктер, студенттік шақтың өзінің әрқайсының бір естелігі болады. Сол себепті егер студент болсаңыз, сізге удачи, ештеңеден қорықпаңыз. Сіздің қорыққан жеріңіз сіздің дамитын, өсетін жеріңіз болуы мүмкін. Сол себепті қорықпаңыз. Менің влогым аяқталды. Барлықтарыңызға қайырлы таң.